Фламинго өз атауын латыны фламенко от сөзінен алды. Қоқиқаздар ежелгі құс тұқымдарының біріне жатады. Олардың ата-бабалары 30 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Тамақтану кезінде фламинго басын су астына түсіреді. Әрі қарай олар қоректік тағамдарды електен өткізіп, тұмсықпен суды тартады. Бір күнде қоқиқаз өз салмағының 4/1 дейін тамақ жей алады. Ересек фламинголар өсімдіктерді де етті де жейді. Олар қоректенетін моллюскалар мен балдырлардың құрамында қауырсындарын қызғылт немесе қызғылт сарыға айналдыратын бояғыш заттар бар. Фламинго Багам аралдарының туында бейнеленген. Қоқиқаздар бір аяқпен ұйықтайды, осылайша олар энергия мен жылуды үнемдейді. Бұл ұзақ өмір сүретін құстар. Табиғаттар қоқиқаздар 30 жылға дейін, ал тұтқында 40 тіпті 50 жылға дейін өмір сүреді. Ресми түрде тіркелген өмір сүру ұзақтығы 84 жыл. Шығыс Африкада қоқиқаздар алып отырға жиналады. Саны миллионнан астам. Бұлар қазіргі уақытта жер бетіндегі ең үлкен құстар отары. Бұл құстар тұтқында жақсы өмір сүреді. Сондықтан оларда әлемнің кез келген хайуанаттар бағында кездестіруге болады. Бұл шағын топтарда өмір сүретін әлеуметтік құстар. Олар үлкен отарда тек ұзақ қашықтыққа ұшу үшін ғана жиналады. Отбасында фламинго тең құқылы. Еркек те әйел де жалғыз балапанды көтеру және тәрбиелеу процесіне бірдей қатысады. Бір қызығы, екі ата-ана да ұяны басуға